адамның жұмысында, кәсібінде немесе шығармашылық істерінде болатын сәтсіздіктер, банкротство, қарыздар сол адамның тәкаппарлығына орай келетін сабақтар. Яғни сол адамның тәкаппарлығын басу үшін және де адам сол өзін істеп жүрген істеріне байлап қойғанда сол адамды атағынан ажырату үшін беріледі. Не үшін? Мысалы, мен өзімді кәсіпкермін деймін, иә? Мен әрдайым өзімді кәсіпкер санап жүрсем, иә, өзімнің тұлғамды сол бір кәсібіме ассоциация жасап жүрсем, қайда жүрсем де мен кәсіпкермін, адамдар менімен кездескенде мені банағы кәсібіме қатысты ғана менің телефонымды жазып алады, тағысын тағы. Осы уақытта біздің жанымыз сол бір кәсібімізге қатысты, немесе шығармашылық істерімізге қатысты, немесе сол банағы жұмысымызға қатысты сынақтарды береді. Біздің жанымызды сол бір атақтардан ажырату үшін біз кәсіпкер емеспіз, біз әке емеспіз, ана емеспіз, біз әнші емеспіз, құрылысшы емеспіз. Ең біріншіден біз жанбыз. Мен жанмын. Сол бір банағы кәсіпке қатысты, шығармашылыққа қатысты, жұмысқа қатысты, немесе басқа да бір атақтарға қатысты жағдайларды актер ретінде өзінің сәті келген кезінде ғана ойнап жүрмін. Яғни мен қазір кәсібімде отырсам, кәсібіме қатысты бір нәрсе істеп отырсам ғана мен кәсіпкермін. Сол кәсіпкер деген масканы киіп алып, сол рөлді ойнап отырмын. Кәсібімнен кеттім бе, бір мейрамханада шай ішіп отырмын ба өзіммен өзім? Мен жанмын, сол шайдың дәмінен ләззат алып отырған керемет атмосферада. Және де біз біреуді айыптасақ, біреудің сыртынан сөз тасысақ, жоқ, оныкі қате, менікі ғана дұрыс деген бір мәселеде жүрсек, осының барлығы комплексті түрде сол бір банағы кәсібімізге қатысты, немесе жұмысымызға қатысты келген сынақтардың үстіне процент болып қосылады. Бұның өзі де сол банағы тәкаппарлығымызды көрсету үшін, соның бір күшін басу үшін беріледі. Яғни біз өзіміздің істеп жүрген кәсібімізге қатысты, немесе тауып жүрген ақшамызға қатысты, немесе басқа да бір атақтарымызға қатысты, өзіміздің тұлғамызды байламау керек. Әрбір рөлді өзінің сәтінде ойнаймыз, одан кейін болды. Біз жанбыз. Сосын ешкімді айыптамаймыз.